қанша уақыт пайдаланып жүрсіз, соны нақты білгілеріңіз келсе, осыдан кейінгі видеоны қарап, тамашалап, соны өздеріңіз ақпарат қылып, болмаса пайдаға іске асырып, қанша уақыт пайдаланасыз, соны біле жүріңіздер деймін. Инстаграм негізі инста сәт, грамм, енді граммды білесіздер ғой, инста деген сәт, грамм кішкентайдан. Сол сияқты әне-міне деп отырып, инстаграмда қанша уақыт отырғандарыңызды соны біле жүріңіздер. Қош келдіңіздер достар, профильге, инстаграм парақшаға оң жақтағы төмендегіні басасыз, өзіңіздің, сосын мына жерде шығып тұр ғой, міне парақшада, сосын жоғарыда мына 3 сызықты баса қоясыз. Осы жерде міне төменде, ең төменде настройка деген бар, соны басасыз. Одан кейін осының ішінде аккаунт деген бар, соны басасыз. Сосын ваши действия деген ең жоғарысында тұр, соны баса қойыңыз, болды. Міне сіз күніге қанша уақыт инстаграмды пайдаланасыз, сол мынарада міне көрсетіліп тұр, 11 минут деп көрдіңіз ба? Міне мен точкамен көрсетіп отырмын, 11 минут деп. Өзіңіз біле жүріңіз, пайдалы болып жатса пайдалы болды, пайдалы болмады, онда жаза кетіңіздер комментарийға. Жарады, жарамады. Достар, әрине пост ұнаса төменге плюс батырмасын басып, ұнады, болмаса минус батырмасын басып, ұнамады, және де достарыңыздың логинін белгілей кетіңіз, астына оларда пайдалы ақпаратты біле жүрсін, және де қандай видеолар түсіріп отырайын алдағы уақытта инстаграм жайлы. Сол жөнінде де комментарийға жазып, сөйтіп мені қолдап отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болып кетеді. Жақсы, саламатта болыңыздар. Мен сіздермен Ешман Мереке.